атамыз қайтыс болатынның алдында атамыздың 7 баласы болыпты. Ішінде біреу қыз. Содан атамыз үлкен ұлына төсін береді. Ана ұстаның төсі. Өзімде бір, төсімде бір. Мына төсті жоғалтпай сақтап жүр. Балаңнан балаға беріп отырасың. Қарның ашпайды, өзегің талмайды. Ешкімнен кем болмайсың, бала шағаңмен, малыңмен аман есен жүресің дейді. Екінші ұлға қобызын береді. Ата қобыз ойнаған. Тұлпардан жүйрік атаның нар қобызы деген қобызы бар атаның әлі күнге дейін. Соны екінші баласына береді. Әй, мына қобызды сақтап жүр. Жоғалтпа. Балаңнан балаға беріп отырасың. Қарның ашпайды, өзегің талмайды. Ешкімнен кем болмайсың, бала шағаңмен, малыңмен аман есен жүресің деп береді. Сөйтіп, жаңағы 6 баласына 6 затын тура үстіп айтып, үлестіріп береді. Жаңағы шапқысын, балтасын, белбеуін 6 баласына. Содан қызына ештеме бермейді. Қызыдан сұрамайды, қызы іші пысып еді, сұрамайды ма? Әке, ұлдарыңызға бәрін айтып үлестіріп бердіңіз. Маған ештеме айтпадыңыз, ештеме бермедіңіз ғой дейді ғой. Сонда жаңағы атамыздың айтқан сөз екен қызына. Қызым, кейін сенен туған жиендерім, сенен тараған жиеншарларым қасында жүресіңдер, басында жүресіңдер деп сөйтіп айтқан екен. Сол қыздан біз тараймыз. Қыздан туған жиеншар атаның қызынан туған. Басында жүрміз, қазір қасында жүрміз. Шырақшы болып.